Далбан, блядь, осы видеоны көріп жатсаң же, мен саған айтайыншы, көшіп кет басқа қалаға. Кездесеміз. Ертең де кездесеміз адреспен. Сани как, блядь, чорт болды солай, чорт болып қалады ғой. Иә достар, брат Сани мен Ақанай көшеде кездесіп, бәрін жігітше шешуге келіскен еді. Ал олар кездесті ме жоқ па, осы бейнеде білетін боламыз. Сіздермен бірге төбелес арнасы. Біз бастаймыз. Ассалаумағалейкум, жугундар, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Сендерге бір қуанышты, бір жағдай бар да, короче, менде. Естерінде болса, алдыңғы картта Сани мен шығу керек болған кезде, ол каким-то образом овузумбус соглестянус болып кетті да. Құрметті достар, өкінішке орай Сани жекпе-жекке шықпаймын деп айтты. Одан кейін қайтып жазып, даргүр, бір нәрсе, бүйтем, сөйтем. Короче, мен бұл видеоны не үшін жазып жатырмын? Мен одан сұрап алдым, сен жазып жүрмейсің ба? Бәрі ровна бола ма? Көшемен шешсек деп едім. Я деді да енді. Сол үшін ертеңгі бір нәрсе болып кетпес үшін мен онымен қазір ертең сағат кешке таман сағатын айтпай қойын. Кешке таман көше мен оны қан төгейін деп жатырмын көшеде. Далбан, блядь, осы видеоны көріп жатсаң же, мен саған айтайыншы, көшіп кет басқа қалаға. Ертең раз көрген сен көтінен желің шығып кетеді ғой. Давай маған қазір адресіңді жазып жібер. Сонымен көресің ғой нахуй ертең. Бірақ жылап жүрмеш маған ертең, бля, кешіре қойшы ақа. Баршаға қайырлы күн, достар. Сторис қарауға уақыт болмай қалды салуға. Мына тесік басып мені көшеде сындырам. Қаладан көшіп кет дейма бірдеңе. Бля, сен кімсің маған? Ебайт нахуй деп айтатындай. Мен саған адрес берем. Кездесеміз, іршет етеміз нахуй. Кімді көшіретін. Хорошо? Сенен, бля, бойдан қашты, бойдан сибалса болды, бля, мен сенімен түбінде төбелесем, нақшы. Бірақ бір условия ақты. Условия бар. Оны мен саған ертең айтам кездескен кезде ше. Сол үшін қуа берме, камера түсіруге жақсы нәрсе екен деп аузына келгенде оттай бермейме. Қазір еш нәрсе сөйлегім келіп тұрған жоқ ше. Артық сөз сөйлегім келіп тұрған жоқ. По-любому LFC-де жүрсің ба, кездесеміз. Ертең де кездесеміз адреспен. Мен саған локация берем, сол кезде көреміз кімнің кім екенін. Сол үшін давай ұйқы келіп тұр, еріп жүрген жоқ мына. В общем, өздерің білесіңдер, мен каждый раз оған айтқам, бір айттым, екі айттым, қой Сани, қой деп өзі қойматына. Ендігі ерінбей қалаға келдім. Қазір айтқан жеріне бар атырмын. Өзі айтқандай раз қаламыз деді. Сондықтан қазір полный бәрін видеоға салмаймын енді. Бірақ беткі обложкасын үйсі салып қойын. Ертең күні жазып жеріп атса, осы уже доказательство болады да ол маған. Что солай? Әдей мынаны киіп алдым ше. Барып осы жүзікпен киіп аласын керетіндей бір жағдайға жетіп тұрмын ғой. Уже накипело. Кім маған запросқа жазып атыр. Анау, бля, анау бар ғой деген сияқты әңгіме мен уже, честно, басым істеп тұрған жоқ менің ше. Просто код айыртсам кетіп тұр, бар, вот и все. Так что давай нахабари олыңдар, как көрсетем мне болады. Ассалаумалейкум, қалайсыңдар, достар. Короче, Ақанай тесік бас қалаға келіпті. Қазір шығайын деп отырмын сол жаққа. Мені бойдан қашты, анадан қашты, мынадан қашты, что хуйня біледі. Давай қазір кездесеміз, көреміз не болатынын. Оқи маған. Күтіңдер. Ал енді жугундарым, не деймін, көріп тұрсыңдар, бет таптаза, қол таптаза. Ол не деген сөз? Ол ештеңе болмады деген сөз. Айтайын ба неге? Потому что сендердің саниларың қайтадан көтке отырып қалды. Сен мені көріп атсаң, блядь, телефоныңды алсайш. Блядь, телефон алмайды. Қайда отқан айтпайды. Жаңа бір местоположение жіберді, о жаққа бардым, күттім, в общем, жоқ. Бірау сөзбен екінші рет көтке отырып қалды ғой, короче. Уже заебалым шығып кетті, күте беріп ше. В общем, короче, Сани как, чорт болды солай, чорт болып қалады ғой. Мен оны енді іздемеймін да, көрмеймін да, білген көтін жесін, короче. Сен чорт екенсің конкретно, еркек болсаң көрсетсейін бірге бір. Хулин қанақта, пластмассының артына базарт ете бересің, өйтін бетке бет көрсе алмасаң. Чорт, мен сен по-любому көтінді айрам бір күні көрсеміз ғой. Енді қазіргі таңда қалада жүрмін енді, ауру құсап ше. Не істерімді білмей. Сани жоқ енді, хуй его қаш кетті. Все, так что на хабаре. По-любому көтін айрам мен. Ассалаумалейкум, қалайсыңдар? Маған личкама жазып запты түнде өзім кеш келген ғой.
кеше Ақанайға келмей қойыпсың ғой бірдеңе деп. Бля, ол келуің келесің ғой оған. Просто бір жағынан артымды ойладым, артымды ойлағанда қалай ол? Бля, екеуміз бір-бірімізді бля жарақаттап қойып, или басқа нәрсе жасап қойсақ па деп ше. Соны да ойладым бір жағынан. Ертең проблема болып, ондай проблема керек емес та бізге. Көшенің темасы бөлек қой негізі. Сөйтіп қойшы дедім ше. Басында атырмай-ақ қойыншы дедім. Әлі кездесетін жерлер болады ғой, кездесеміз, оңай сөйлесеміз. РФС болсын, басқа жер болсын да, әйтеуір бір сондай бір шоулар болсын да, кездесетін уақыт келеді, адам мен адам кездеседі ғой негізі. Вот сол үшін солай жасадым, әйтпесе былай. Бір жағынан көшеде екеуміз шаштасып жүрген. Қазір біреулер жазуы мүмкін, и так жазып жатыр. Сен чортсың ба, сен кездесе алмайсың ба деп ше. Сендерге сондай нәрсе қызық қой негізі ше. Төбелесіп жатқанымыз, Ақанай екеуміздің шоу жасап жатқанымыз да. Бірақ сендер бізді ойламайсыңдар да. Қазір көшеде төбелесу ол хулиганство негізі бар ғой. Оған статья бар негізі бар ғой. Қамап тастайды сені ше. Сол үшін бізді де ойлап қойыңдар да. Мен бойдақ емеспін. Мен Ақанай жарайды бойдақ та. Сонда да адам өмірі құруы мүмкін да. Сол үшін соны да баспен ойландым да мен. Ешкім еш нәрсесі кетпейді. Сендерге похуй, көріп отыра бересіңдер. Давай, фас. Сол үшін сендерге де кеңес берем, көшеде төбелесіп, хулиганство жасамаңдар. Әшейін просто так өмірің қиылып кетуі мүмкін да. Солай айта беріңдер маған, не айтсаңдар. Похуй маған. Біраз адамдар жазып отыр ғой, что там келесі алпарылыс, қопарылыс, төбелес, періс қашан болады, қашан Санимен шығасың, анау мынау. Енді слухтар алдамаса, жақын арада сендердің корейский самурайларыңның қылышын көтіне тығам деген ниет болып тұр. А дальше больше өзі көреміз. Маған первый очередь сол керек негізі. Вдруг болмаған жағдайда, болмаған жағдайда ладно. Басқа да адамдар жетіп отыр ғой. Бірақ именно мен үшін ол феномен болып қалып қалды. Дело принципа бар ғой. Так что вариант болса соның көтін айыр жеру керек еді бірінші очередь. Біраз әңгіме болды, біраз нәрсе болды да. Мен ішімде де қалып қалды мысалға. Ол енді қашатын шығар тағы, ойбай, бір нәрсе деп. Енді алдымызда бір нәрсе болып отса, Сани, я тебя жду. Осы жақында бір қан төгіс төбелес болады дей ма, үшін сондай бір нәрсе болайын деп жатыр. Менің слухым бойынша, менің естуім бойынша деймін да. Біздің сестренка Сани что-то там инстасында гурабой істетіп жатыр ғой. Ау, мау, сиыр, бұзау, келес карттама, не дема, сындырам деп ше. Сен алдыңғы бойдан Себастьян болып кеткеніңді ұмытпасайшы. Бауырым, қаражам. Сен қай жақта келсең де мен сені күтіп аламын ғой. Енді келесі жағдайда бізде не болып жатса алдымызда, карт болсын, реалити болсын, не болып жатса да, именно сол вдруг болып қалған жағдайда, сен ишак вдруг болып қалсаң, сен по-любому мен шығасың, потому что сен қашып